Адамдардың көп қорқынышы Гербалайфты ішіп жатқан кезде жесткий диета, только Гербалайфтың продукциясын қолдану керек деген ой туындайды біраз адамда, 90% адамда деп айтсам да қателеспеймін. Бізге келгенде сіздің үйдегі нан мен май, завтраққа жейтін колбасаларыңыз, біреу тамақ жейді, біреу каша жейді, соның барлығын дұрыс тамақтануға үйрету, дисциплинаға үйрету, не жеуге болады, не жеуге болмайтынын үйретеміз. Бізге коктейльге келген кезде завтраққа алоэ чай коктейль ішеміз. Алоэ бұл душ для организма деп айтылады. Біздің асқазанымызды, көп адамда екінің бірінің асқазаны ауырады. Сол микротрещиналар болады, соларды тазалап ішкі ағзаны жуып шығады. Екінші, ол бізде шай. Шай біздің денеміздегі токсин, шлак, отектарды түсіріп, ішті тазалайды. Енді сіздің организміңіз таза болған кезде оған витамин беру керекпіз. Ол біздің коктейль. Бұл стандартный программа алоэ чай коктейль. Сіз завтракта ішесіз, дальше 2 рет күнделікті перекус, үйдің ыстық тамағын обязательно ішу керексіздер. Көбісі ойлайды, завтрак, обед, ужин барлығын Гербалайф ішеміз, коктейль ішеміз деп ойлайды. Негізі ол дұрыс емес. Мен барлығына айтатыным, үйдің ыстық тамағы обедте ішілу керек. Не ішу керексіз? 2 рет өзінің күнделікті перекусы бар. Солардың барлығын уақытылы ішіп, мен айтқанымды істесеңіз, өте жақсы результатқа 100% шығарып бере аламын.